каналыбызга кош келдиңиздер. Чай, пай, чипсы, пепсиларыбызды дайындап отурыңуздар. Бисмилля, кеттик. Так, bizler Алматыда болганыбызды пайдаланып, өзүбүзгө тийимдүү тур жасап, кыргыз бауырларга Бишкек каласына жол тарткан болатынбыз. Сайраннан пробкасы менен, таулуу жолдары менен чек арага чейин жолумуз 4 саат убакыт алды. Эң кызыктысы, туда-обратно билеттин багасы 20 миңда эмес, 15 миңда эмес, 10 миңда эмес, 6 миң теңге гана чыкты. Алматыдан 4 саатта келдик. Границадан аман эсен өттүк. Границадан 34 тең автобуспен центрга карай баратабыз. Алматы деп ойладыңдарбы? Жок, бул Бишкек. Кандай күчтүү сезим болуп жатыр. Жаңа кала, жаңа эл, жаңа кала, жаңа адамдар, башкача тирлер, жаңа дәмдер, жаңа идеялар. Кызык. Бұйырса тамақ Али бургер, тамақ сабой алып кетіп, Хостелға қарай бара жатырмыз. Али бургер деген ең көп қаладағы сеті көп бургерге келіп қалдық. Осындай бөлме, компас деген хостелда. Али донорге, Али бургерге асмыр қонды. Шуны жартысы ал, тағы жартысы ал, каполный көрсін. Бір балық қонақ сіздеріне. Үштігін жарен өтірік, ұжым ұнды. Машина бөлек жакан пицца донер сияқты. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Ооба. Зарядкамызды көтөрүп алып кайтып чыктык. Көчөлөрдү байкаган камера жок экен. Черный двор дейтін сериал бар еді. Бишкекте. Киноларынан Салам Нью-Йорк деген. Екі рет қараған. Пеш. Иә, умраға баратын. Тарих музейінің алдындамыз. Жалпы қырғыз бен қазақ бір туған деп айтады ғой. Мына өмір сүрген жерлерінің географиясына, тарихына қарайтын болсақ, қырғыздар біз сияқты ғұндар мен түркілердің ұрпақтары. Сосын ғұндар, түркілер, Қарахан, Қарлұқ, Қарахан. Одан кейін кім? Шыңғысхан келгенде біздер Жошы ұлысында болсақ, олар Шағатай ұлысында болған. Одан соң біздердің Керей және хандарымыз Моғолстанның
башчысынан жер сурап барганда олар тоже жери азыркы жери Моголстандын ичинде болгон жери сонун катар 90% таулуу аймак, ыстык көлү бар, Талас, Ош, Шу, Нарын деген облустардан куралган. Ушул жаңагы Моголстандан кийин олар биздер менен катар жоңгорлор менен де күрөшкөн. Одан кийин Кокан хандыгында болгон. Сосын КСРОнун ичинде болгон. И мына Бишкек каласы 91-жылга дейин Фрунзе каласы деп аталган. Сол деректер. Тарихында Манас батыр үлкен роль ойнойт. Onun Жыр дастаны әлемдегі ең көлемді шығармалар қатарында. Енді оны баяғы ауыз әдебиетінен біздің Мұхтар Әуезов, Шоқан Уәлихановтар жазып алуға үлкен еңбек еткен. Қазір оның атында көшелер, аэропорттың атында олар бар. Бішкек жалпы Алматының тынышырақ тұр екен. Жасыл көбейткен. Мына жақта 3 торговый центр қатар орналасқанға. Айчүрек, Майжүрек, Жанжүрек дейтін. Короче, мен айтам, ГУМ, ЦУМ и Дордой Плаза деген бар. Ар жақта. Сайтмат. Осындай келпектер, колпақтар. Мынандай тапчиклерде. Мұздай шалап дәргетендеп тұрдырса. Түрктер салып берген имам Сарақси атындағы орталық мешітке келіп жатырмыз. Стамбул деп ойладыңдар ма? Жоқ, ол Бішкек деп. Осы кино мақтау тұр. Дәстүр сияқты деп. Seni hiç kim düşünmez. Boynudu taşta. Секір дейді. Zeki. Korkma. Sen beni ol. Sen bak, silahsı potku değil. Korkma. Seni hiç kim düşünmez. Zeki. Boynudu taşta. Hocam ne ortasın hocam? Şunu hocam. Sen de mesela hocam. Hocam hiç mi? Bizler Қыдырып болып хостелға келдік. Путешествие лишает тебя дара речи, а затем делает тебя рассказчиком дейді. Былай әр процесті түсіріп жүріп сөйлеуде
mümkün. Alan, park, TRC, Türk Meşet, даже kinoga дейін бардық. Тек музейге уақыт өтіп кетіп кіре алмай қалдық. Енді бұйырса, іштерінен ең ұнаған маған адамдар ол қырғыздар. Сондай бір қарапайым, сондай қонақжай, сондай бір туш күшті адамдар ол. Сол жақсы бір мида жаңа клеткалар пайда болып жатқан сияқты бір бұрынғы саяхатқа барсаң бұрынғы өзіңді тастап кетесің сияқты дейді. Бір затың тастап бір зат алып келесің деген сияқты. Ертең бұйырса таңда тауға шығуды ойлап отырмыз. Иншаллах. Пусть Востока деген завтрак ішуге бұйырса ары қарай тауға. Sonunda 6 tengeden mesela. Ana aşağı yapıyor diyen. Tamam kadar. Narım da var. Mantar. İşte bağırsan. Hayırlı tam. Короче, biz mына жақтамыз ғой. Панорама деген көрініп. Біз почти орталықтамыз, мына жер орталықтар, біздің отель. Қазір енді жақын тауға қарай баратырмыз. Панорама Көктөбе сияқты Алматының қалаға вид шығады жеріне, еще жасыл сондай жеріне. Былай арғы жақтарына баруға бір күн ыссы, жалпы 28 градус. Одан жақын жерді таңдап отырмыз. Сол осы ютубты түсіріп жатқан сотқа. Жоғарыға көтеріліп келе жатырмыз. Жалпы Бішкектің таулары Қырғыз Алатауы қаладан алыс екен, 20 километр. Біз мініп жатқан кіші таулары қала жайымен көрініп бастады. Мен Бішкектен бұрынғы Алматыны көргендей болдым. Бішкек мен үшін сондай уютный, душевный қала болып есімде қалды. Егер Алматыда болсаңыздар, ол аз уақытқа ғана болса да, ол өзіңіз болсаңыздар, саяхаттаңыздар. Өйткені ол соған тұрарлық. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Баспаған тауларыңыз, бармаған жерлеріңіз қалмасын. Келесі саяхатта кездескенше қош сау болыңыздар. Söylep 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 sesim güç öttü.